Құрметті студенттер, келесі модуліміз оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу. Енді бұл модульде психологиялық аспектілеріне басымдық беріледі. Танымдық даму және жас ерекшеліктерінде негізгі 4 тәсілді айқындайды. Бірінші оқудағы бихевиористикалық тәсіл. Психологиядағы бихевиористикалық бағыт ортамен өзара байланыстағы мінез-құлықты зерделеу үшін эксперименттік рәсімдерді пайдалануды қарастырады. Яғни бихевиористикалық тәсіл деп отырғанымыз мінез-құлыққа қатысты. 40 минут сабақтың ішінде түрлі мінез-құлқы бар оқушыларымызды байқаймыз, яғни бихевиористикалық тәсіл басшылыққа алынатын бірден бір тәсіл. Екінші оқудағы танымдық тәсіл. Бихевиористер ортаны зерттеген болса, гештальт теориясының ізбасарлары тұлғаның ақыл-ой үдерісіне сүйенген. Осылайша білім алу әрекеті немесе үдеріс ретіндегі сана оларды едәуір қызықтырған. Яғни ақыл-ой үдерісіне қатысты танымдық тәсіл деп отырғанбыз. Үшінші оқудағы гуманистикалық тәсіл. Бұл тәсілде адамның өсуіне ерекше назар аударылған. Бұл тәсілдің негізін қалаушылар Маслоу мен Роджерс болып табылады. Абрам Маслоудың қажеттіліктер иерархиясы болуы мүмкін. Оның ең төменгі деңгейінде физиологиялық қажеттіліктер, ал ең жоғарғысында өзін өзі таныту орналасқан. Яғни бағана айтып өттік, яғни гуманистикалық тәсілде осы жұмыстың бағыттары басшылыққа алынады. Оқудағы әлеуметтік жағдаяттық тәсіл. Оқушыларды әлемді түсіну үшін құрылымдар менен модельдерді игеріп қана қоймай, өз құрылымы бар ортаға қатысады. Яғни сыныпта топтық жұмысқа қатысады. Сол топтағы өз құрылымы бар ортаға қатысады деп тұр. Оқу саналуан тәжірибелі қоғамдастықтарға қатысуды көздейді. Көбінесе адамның мінез-құлқы бақылау, модельдер құру арқылы зерделенеді. Басқаларды бақылай отырып, жаңа мінез-құлық қалай қалыптасқандығын түсінуге болады, және кейін бұл кодталған ақпарат іс-әрекет жасауға басшылық етеді дейді Бандура. Яғни бірінші модельдер құру, бақылау арқылы зерделеніп барып, арман қарай қалыптасады екен. Яғни бұл әлеуметтік жағдаяттық тәсіл, өзі айтып тұрғандай. Яғни сыныптағы, топтағы, жұптағы оқушының іс-әрекетіне байланысты. Міне осындай 4 тәсілі бар бұл модульдің. Келесі, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқытуда біз мына негізгі аспектілерге тоқталамыз. Бірінші зейін, екінші жады, үшінші сөйлеу, ойлау, пайым, зерде теориясы, шығармашылық. Енді осының әрқайсына жеке-жеке тоқталсақ. Оқушының зейінін білмейінше, оқушының ойлауын білмейінше, оқушының жадысын білмейінше, мен сабақты өзінің деңгейінде меңгерте алмаймын. Сондықтан да зейін. Бұл жерде Хаген мен Хейл деген авторлар 5-6 жастағы балаларды бірнеше ашық хаттағы суреттерді есте сақтауды сұрау арқылы селективті зейіннің дамуын көрсеткен. Селективті зейін деп отырғанымыз. Әр ашық хатқа 2 сурет салынған. Бірақ есте сақтау үшін оның біреуі ғана маңызды болды. Мұндай жағдайларда 5-6 жастағы балаларға қарағанда 14-15 жастағы балалар аса маңызды суреттерді көбірек есте сақтаған. Бірақ кіші жастағы балалар есте сақта деп сұрамаған суреттерді көбірек есте сақтаған. Осылайша есте сақтаған ақпараттың жалпы көлемі 2 топтағы балалар үшін бірдей болды. Бірақ ересек балалар зейіндерін тиімдірек шоғырландыра алған. Яғни селективті зейін деп отырғанымыз кез келген нәрсені шоғырландыра алатын зейін болып табылады. Яғни мен 40 минут сабақтың ішіндегі қандай тұсына баланың зейінін шоғырландыру керекпін. Міне осыған байланысты зейін деген аспектіні басшылыққа алады екенмін. Жады. Жады жалпы 5 түрі айқындалған жадының: қысқа мерзімді жады, ұзақ мерзімді жады, рәсімдік жады, эпизодтық жады және семантикалық жады. 40 минут сабақтың ішінде менің алдымда отырған 30 оқушының әрқайсында осы жадылардың қандай деңгейде қалыптасқан соны біліп алмайынша мен өзімнің бүгінгі тақырыбымды өз деңгейіне меңгерте алмаймын. Сондықтан да өте қажетті жұмыстың бағыты болып табылады. Қысқа мерзімді жадыда Аткинсон мен Шифрин 1962 жылы қысқа мерзімді есте сақтау адамның жадында негізгі орын алатындығын анықтаған. Баддели мен Китчтің кейінгі жұмыстарында ол жұмыс жадысы деп аталады. Қысқа мерзімді жады, қысқа мерзім
аз ғана уақыттың ішінде есте сақталынады, бірақ ол ұзақ мерзімге сақталмайды. Мысалға, мектептерде қалай? Ұлттық бірыңғай тестілеуге қысқа мерзімді жадыменен жұмыс жасайды мұғалімдер. Жаттатып, жаттап алады. Тестін тапсырып болғаннан кейін, аудиториядан шыққаннан кейін ол оқушының есінде қалмайды. Міне қысқа мерзімді жады, жұмыс жадысы деп отырғанымыз осы. Ал енді ұзақ мерзімді жады деп отырғанымыз не? Аткинсон мен Шифренің ұзақ мерзімді есте сақтау туралы бастапқы тұжырымдамасы пысықталып, кейінгі зерттеулерде дамытылды. Жалпы қабылданған қолданыстағы модельді Тульвинг ұсынды. Ол ұзақ мерзімді жадыны 3 айқын компоненттен тұратындығын айтады. Ол рәсімдік жады, эпизодтық жады, семантикалық жады деп. Енді осының әрқайсынан тоқталайық. Әрқайсынан тоқтала отырып, ұзақ мерзімді жады деген ұғымға түсінуге келеді. Рәсімдік жады деп отырған әрекеттерді қалай орындау керек екендігін туралы. Мысалға, қасықпен тамақ ішу, түйме тағу, секіру, велосипедпен жүру, қарындашпенен жазу, доплақтыру сияқты іс-қимылдар арқылы дамитын біздің білімімізді сақтайтын қойма. Ол біздің күнделікті рәсімдік жады. Мен білем, мысалға, кофта кисем, сыртынан костюм кию керек екендігін, тамақ ішетін болатын болса, маған қасық керек екендігін өзі айтып тұрғандай, бұл рәсімдік жады. Бұл қойма деп те аталынады екен рәсімдік жадыны. Ал эпизодтық жады деп отырғанымыз біздің тәжірибеміздің толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе. Көзбен шолу аса маңызды, жадыға басқа ақпараттар, сезім мүшелерінен келетін ақпараттар да кіреді. Мысалға, бір аудиторияға кірген кезеңінде маған ашық қызыл цвет көйлек киіп отырған, түсті көйлек киіп отырған студент, мен сол көйлегімен есімде қалып отыр. Яғни эпизодтық жады, визуалдандыру арқылы, мен көзбен көру арқылы есімде қалып отыр. Сен өткенде қызыл көйлек киіп келген студент едің ғой, деген сияқты. Ал семантикалық жады өте күрделі жады болып табылады бұл. Ұзақ мерзімді жадының ең соңғы және тең мәнді емес аспектісі, себебі біздің дамуымызда, сөйлеуімізде аса жиі көрінетін біздің символдар жасау қабілетімізге байланысты. Бұл біздің естеліктеріміздің бір бөлігі. Онда біз эпизодтарды, немесе оқиғаларды, біздің белгілі бір тәжірибелерімізді, шығатын ойларымызды, идеяларымызды, қағидаттарымызды, тұжырымдамаларымызды есте сақтаймыз. Яғни, ең қажеттісі де керегі де бізде семантикалық жады болып табылады. Естеріңізде болса, мысалға, бағалаудың өлшем технологиялар деген пәнінде біз семантикалық тапсырмалар дайындадық. Ол сабақтың соңында алынады. Яғни біздің барлық 40 минут сабақтағы процестеріміздің барлығын есте сақтауға байланысты, оқушының қаншалықты деңгейде есте сақтауына байланысты қолданылатын жады болып табылады. Міне, жады туралы біздің негізгі түсініктеріміз. Енді сөйлеу. Бихевиористикалық көзқарастарға сәйкес балалардың тілді үйренуі күрделі үдеріс болып табылады. Енді сөйлеу деп отырған кезеңінде, мысалға, 4 жасар балалар көп сұрақ қояды. Қайда, не, кім, неге, қашан деген сияқты. Көптеген сұрақтарды пайдаланады. Олар 5 сөзден тұратын сөйлемді пайдаланылады, және олардың 1500 сөзден тұратын сөздік қоры болады екен, 4 жасар баланың. Ал 5 жасар балаларда бағыныңқы бөліктері бар 6 сөзден сөйлем құрай алады, және 2000 сөз пайдаланады. Бірінші сыныптың оқушылары 6000 сөзге дейін пайдаланады екен. Ал ересектер 25000 сөзден пайдаланады, және 50 мыңға дейін сөз біледі екен. Бізге өте қажетті жұмыстың бағыты, сөйлеу аспектісі. Енді ойлау. Ойлау деп отырған кезеңінде бізде метасана деген термин. Бұл жердің ең негізінде Флейвел мен Выготский авторлар тұрады. Метасана деген терминді тұлғаның өзін-өзін тануымен, өз танымдық үдерістері мен стратегиясын қарастыру деген сипаттама ретінде Флейвел енгізген. Метасана жай ойлап біліп қана қоймай, адамдардың қалай ойлайтынын, нені білетінін қарастыра отырып, өзіндік рефлексия жасау, мүмкіндіктерін зерделеу қабілетіне жатады. Өте керекті жұмыстың бағыты дәл қазіргі жаңартылған білім беру бағдарламасында тек қана жай ғана біліп қана қою емес, ойлауға бағытталған жұмыстың бағыттары. Сол кезеңде болып барып оқушыда метасана қалыптасады екен. Ал Выготский саналы рефлексиялық бақылау менен білімді кемелденді игеру мектепте оқытудың аса маңызды факторлар болып табылатындығын түсінгендердің алғашқысы болды. Зерттеуші білімді дамытудың екі факторы барын айқындайды. Біріншісі,
білімді автоматты түрде, яғни бізде қазір қалыптасқан жаттанды түрде, ал екіншісі алынған білімді саналы түрде ұғынып, бақылаудың біртіндеп өсуі келеді екен. Яғни бізге керектісі балаларды ұғынып, саналы білім алуға бағыттау болып табылады, автоматты түрде емес. Екі фактордың. Флейвел және басқалар егер оқу үдерісін ұғыну деңгейіне ауыстырылатын болса, онда біз балаларға өзіндік ойлау үдерісін жақсы түсінуге, өзінің оқуын бақылауы, ұйымдастыруын игеруге көмек бере алар еді деген пікірді ұсынды. Ал метасананы оқытудың жолдарының бірі ойлау тілін анық етіп жасау, сабақ жоспарына сыныпта талқылауға қосу болып табылады. Яғни жолдары метасанасы қалыптасу үшін оқушының, яғни бізде ойлау тілін қалыптастыру керек екенбізде және талқылауға қосу керек екенбіз оқушыны. Яғни бірінші лекциямызда, бірінші дәрісімізде айтып кеткендей, топтық жұмыста. Неге топтық жұмыста бір ғана, екі ғана оқушы қатыспасын, 5-6 оқушының бәрі толық қатыссын дейміз. Яғни талқылауға қатысқан жағдайда ғана оқушыда метасана қалыптасады екен. Міндет, біз бүгін қалай ойлаймыз, бұл сабақ не туралы ойладық деген сұрақтарды балаларға беру арқылы, яғни баланың метасанасын қалыптастыруға. Метатануға қарағанда метасана әлде қайда жоғарғы деңгейде тұрады. Пайым негізі 3 түрлі пайым бар. Ол ұқсастық бойынша пайымдау, моральдық пайымдау және зерде теориясы. Ұқсастық бойынша пайымдау деп отырғанымыз проблемалармен табысты жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жоғарғы деңгейлі дағды. Білімді жаңа жағдайларға орайластыру, әртүрлі мәтіннен алынған әртүрлі ақпаратты пайдалану арқылы оқу қабілеті екен. Яғни бір-бірімен салыстыра отырып, ұқсастыра отырып, проблемаларды анықтау, пайымдау, ұқсастық бойынша пайымдау болып табылады. Ал моральдық пайымдау өнегелі даму, психология мен педагогиканың негізгі тақырыптарының бірі болып табылады. Ал зерде теориясы деп отырғанымыз не? Зерде теориясы деп біз іс-әрекеттерге келетін ақыл-ой күйінің кең спектрін, ол ұстаным, тілек, ниет, елестету, эмоциялар деп түсінеміз. Зерде теориясы өз санаңның басқа адамдардың санасының мазмұнына ой жүгірте білу. Ақгүл былай деп ойлап тұр, ал мен былай деп ойлап тұрмын деген. Яғни зерделеу деген ұғымға келеді. Өз санаңды басқа адамдардың санасымен ой жүгірте білу. Зерде теориясы бұл басқаларды арнайы делдал ретінде түсінуін, яғни олардың зердесін, ұстаным, тілек сияқты арнайы күйлердің теориялық тұжырымдамасы тұрғысынан интерпретациялаудың ерекше танымдық қабілеті. Яғни мен интерпретациялау арқылы талдап жатырмын өзімнің ойымменен, мәселен, Ақгүлдің ойын. Бұл зерде теориясы болып табылады. Зерде теориясы туралы көптеген мәселелерді айқындауға болады. Енді соңғысы шығармашылыққа келсек. Шығармашылық деген үдеріске, өнімге немесе жеке тұлғаға қатысты қарастырылады. Бар оны айтқан, ол және ол арқылы бірегей, жоғарғы сапалы және дана нәтижелер шығатын тұлғалық әрі тұлғалықшылық үдеріс деп сипатталады. Яғни бірегей, жоғарғы сапалы нәтижеге қол жеткізу деп отырған, шығармашылық үдеріске деп отырған. Бастауыш мектеп жасындағы балалармен жұмыс істеу барысында шығармашылық әлеуетінің негізі ретінде қаралатын өзіндік идеяларды дамытуға немесе өндіруге, яғни үдеріске көңіл аса көп назар аударылу керек. Енді бұл жерде шығармашылық деген ұғымда конвергентті, дивергентті ойлаулар шығады, креативті ойлау деген шығады, және шығармашылық деген ұғымдар шығады. Қазір біздің жалпы педагогика үдерісімізде өте көп пайдаланып жүрген жұмысымыздың бағыты болып табылады. Мысалға, мұндай үдерісті түсіну үшін конвергентті, дивергентті ойлау арасындағы Гильфордтың айырмашылықты шектеу түсініктермен танысқан пайдалы. Конвергентті деп отырғанымыз не? Ойлауға байланысты проблемалардың көбіне бір дұрыс шешімі болады. Конвергентті деп отырған. Ал дивергентті ойлауға қатысты проблеманы шешетін субъектілерден көптеген шешімдерді қабылдауды талап етеді.
ол шешімдердің кейбіреулері жаңа, жоғарғы, сапалы, креативті болуы мүмкін. Яғни баланың конвергентті ойлау ма деңгейі, дивергентті ойлау ма, әлде креативті ойлау ма балада, соның барлығын айқындай білуіміз керек. Балалардың креативтілігін дұрыс түсіну үшін шығармашылық, зияткерлік қабілеттер менен дарын арасындағы айырмашылықты түсіну қажетпіз. Яғни зияткерлік қабілет мен дарын арасындағы айырмашылықты түсіну керек. Сол кезеңде біз баланың креативтілігін айқындай аламыз. Міне осындай негізгі жұмыстың бағыттары бар. Шығармашылық деген ұғымды біз мысалы дәстүрлі кезеңде өте көп пайдаланып жүрсек, мына кейінгі кезеңдегі пайда болған жаңа ұғымдар, яғни конвергентті ойлау, дивергентті ойлау, креативті ойлау деген. Міне осыны да біз өзіміздің сабағымызда пайдалануымызды қажет етеді. Енді мынандай тапсырмалардың жүйесі бар. Осы бүгінгі сабақтың тақырыбына байланысты мінсіз оқушы моделін құрастыру логикалық сызба арқылы. Мына жерде бірнеше логикалық сызба берілген. Соған ішіндегі қажеттісін пайдаланып, яғни мінсіз оқушы моделін құрастыру керекпіз. Яғни оқушылардың бағанағы жас ерекшеліктердегі оқыту мен оқытудағы жас ерекшеліктерге байланысты оқушының бойында психологиялық аспектілерінде қандай дағдыларын қалыптастырған кезеңде бізде мінсіз оқушыны шығаруға болады. Міне осындай тапсырманы орындайсыздар. Енді мына жерде пайдаланатын әдебиеттер берілген, студентке арналған нұсқаулық негізінде және интернет ресурстардың ішінде бар. Соны басшылыққа алып пайдаланасыздар.